нан қайдан шығады? Бір күні тышқан нан дүкеніне кірді. Сөреде жаңа піскен сап-сары бөлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нанның иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы кезде күзетші келіп қалды. Тышқан зыр етіп сыртқа атып шықты. Бірақ алысқа ұзамады. Апырай, осыншама нан қайдан шықты екен, біліп алайын деп ойлады. Тесіктен сығалап: «Нан, сен қайдан шықтың?» деп сұрады. «Сатушыдан сұра», деді нан. Тышқан сатушыға келді де: «Сатушы, нан қайдан шығады?» деп сұрады. «Наубайшыдан сұра», деді сатушы. Тышқан наубайханаға барды. Онда көп адам нан пісіріп жатыр екен. «Нан қайдан шығады?» деп сұрады ол. «Диірменшіден сұра», деді наубайшы. Тышқан диірменге келіп, диірмен тас танымас айналып жатыр. Ұн бұлаққа болып ағып жатыр. Диірменші, нан қайдан шығады деп сұрады. «Комбайншыдан сұра», деді қарт. Тышқан далаға барды. Егін теңіздей толқып тұр екен. Бір кезде комбайншы, нан қайдан шығады деп сұрады. Комбайншы: «Көктемде тракторды жер жыртады, дән себіледі, егіншілер күтіп баптайды, көп еңбек сіңеді. Міне нан сол еңбектің жемісі», деді. Тышқан: «Ой, мұның бәрі қиын екен, мен онсыз-ақ нан тауып жей беремін», деп қутыңдайды. Сол кезде: «Әне, мысық келе жатыр», деді комбайншы. Тышқан зыр беріп ініне кіріп кетті. Қорытынды: нан үлкен еңбектің жемісі.